Камбоджа мен Таиланд арасындағы шекара маңындағы қақтығыс елге ауыр салдар әкелуде. Ресми мәліметтерге сәйкес, жараланған сарбаздар саны артып, медициналық мекемелерге жүктеме күшейді. Оңтүстік Камбоджадағы ауруханалардың бірінде дәрігерлер жараланған әскери қызметкерлерге шұғыл көмек көрсетіп жатыр. Әлеуметтік желілерде тараған кадрларда камбоджалық сарбаздың басындағы таңғышты шешіп жатқан дәрігер бейнеленген. Қақтығыс салдарынан ондаған әскери қызметкер жараланып, кейбірі ұзақ емдеуді қажет етеді. Шекара маңындағы ауылдарда тұрғындар үйлерін тастап, қауіпсіз аймақтарға көшуде. Сарапшылардың айтуынша, шекаралық соғыс Камбоджаның экономикасына да соққы болды. Сауда жолдары жабылып, ауыл шаруашылығы мен туризм салалары зардап шегуде. Камбоджа билігі қақтығысты дипломатиялық жолмен шешуге шақырып, халықаралық қауымдастықты жағдайға назар аударуға үндеді. Таиланд тарапымен келіссөздер жалғасып жатыр. Шекарадағы тұрақсыздық екі ел үшін де үлкен қауіп төндіруде. Камбоджа қазір адам шығынын ғана емес, соғыстың ұзақ мерзімді салдарын да есептеп отыр.